Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Алла тағала әлемдерімізді арттырсын. Бүгін 28-ші сабақ әл-асма истифхам, яғни сұраулық шылаулар жалғасып жатыр. Бүгін 3 сұраулық шылауын өтеміз. Соның біріншісі әннә. Әннә дегеніміз жалпы мекенге, халге, уақытқа байланысты қолданылады. Және қайдан, қалай, қашан деген сұрақтарға жауап беру мүмкін. Контекстке байланысты. Мысалы мындай сұрақ бар. Әннә табдаул мубаратун. Әл-мубарату. Нәжішкен қате кетіп қалған. Әл-мубарату. Яғни матч, яғни футбол ма қандай да бір матч қашан басталады? Қашан емес, бұл жерде басталады. Бұл жерде қашан басталады дегенде сұрақ болуы мүмкін. Немесе қалай басталады дегенде сұрақ болуы мүмкін. Немесе қайда басталады дегенде сұрақ болуы мүмкін. Ол енді сөйлемнің жаңағы ары қарай несіне байланысты, контекстіне байланысты анықталады. Мысалы айтса, әннә табдаул мубарату уәл жау мумтирун десе, енді мағынасы бұл жерде қалай деген секілді мағына береді. Ойын қалай басталады? Не болса, ауа райы болса, жаңбырлы деп. Енді қайда, қашан деп бұл жерде айтылмайды. Бұл жерде қалай деген мағына беріледі. Мысалдар тағы да келтірейік. Әннә ләка хадал қалам. Бұл қалам саған қайдан пайда болды? Яғни қайдан келді? Немесе әннә янсурул муслимин. Мұсылмандарға қалай көмектеседі? Немесе әннә истайқазта. Қашан ояндың? Бүгінгі екінші сұраулық шылауымыз, яғни кәм. Кәм дегеніміз бір нәрсенің саны жайында мәлімет беретін сұраулық шылау. Яғни сан. Мысалы, кәм китабан қарата. Қанша кітап оқыдың? Егер би болса, онда қаншадан, қаншаға деген секілді мағына беріледі. Мысалы, бикәм иштарайта әл-қамиса. Көйлекті қаншаға сатып алдың? Мысалы, бикәм иштарайта әс-сайярата. Автокөлікті қаншаға сатып алдың? Үшінші айю. Бір затты белгілеу мақсатында қолданылатын сұраулық шылау. Мысалы, қандай, қай деген сұрақтар бойынша сұрақтар қойылады. Мысалы, айю. Ол өзінен кейін келетін сөйлемге байланысты айю, айя, айи деген секілді жаңа өзгеру мүмкін. Контекстіне байланысты. Ертегі секілді, әйелтегі де өзгеру мүмкін. Айю, немесе айяту. Мысалы, айю китабин қарата. Қандай кітап оқыдың? Немесе айяту сайяратин иштарайта. Қандай автокөлік сатып алдың? Енді сұрақ жауапқа көшеміз, құрметті бауырлар. Бірінші, мән ядфаули хамса тенже. Тенже деген теңге. Маған 5 теңгені кім береді? Жауап, әна адфау ләка. Мен беремін. Екінші, айна китабукки я Раушан. Раушан, сенің кітабың қайда? Раушан жауап беріп отыр. Насайту китаби фил байт. Кітабымды үйде ұмытып кеттім. Насайту дейді, наситу дейді. Бұл жерде екі түрді рұқсат етіледі. Кейінгі, үшінші, мәза туриду минал әкіл. Тамақтан нені қалайсың? Жауабы, уриду әл-урзал бұхари. Бұхаралық күрішті қалаймын. Келесі, хәл саллайта салата зухр. Бесін намазын оқыдың ба? Жауап, лә саусалли бa'да қалилин. Жоқ, аздан соң оқимын. Келесі, мәта тусаидуни фил амал байт. Мәта тусаидуни фи амал байт. Үй жұмысына маған қашан көмектесесің? Жауап, лә усаидука ифхал бинәфсика. Көмектеспеймін, өзің жаса. Келесі диалог. Мәза табахти әл-яум. Бүгін не пісірдің? Табахту әл-яум әл-бататата. Бүгін картоп пісірдім. Келесі. Айю китабин қарата фиссанатил мадия. Өткен жылы қай кітапты оқыдың? Жауап, қарату ан тарих Казахстан. Қазақстан тарихы жайында оқыдым. Келесі. Айяту сайяратин наркабу. Қай автокөлікке мінеміз? Наркабу тилка сайярат әл-байда. Анау ақ көлікке мінеміз. Келесі. Әнна ләкум хадад далил. Мұнау дәлелді қайдан алдыңдар? Жауап, хадад далилу мин амалис сахабати. Бұл дәлел сахабалардың амалынан. Келесі,
Бикам иштарайта хадихи сайяра. Бұл автокөлікті қаншаға сатып алдың? Жауап: иштарайту хадихи сайярата би 1000 динарин. Бұл автокөлікті 1000 динарға сатып алдым. Келесі: мата таснау хадал амал. Бұл істі қашан істейсің? Сааснау ба'да саа. 1 сағаттан соң істеймін. Келесі: мада ябхасу Мухаммадун фил урфа. Мұхаммед бөлмеде не іздеп жатыр? Жауап: ябхасу Мухаммадун фил гурфати мифтахаху. Мұхаммед бөлмеде кілтін іздеп жатыр. Келесі: мата яджри нахру исил. Есіл өзені қашан ағады? Жауап: яджри нахру исил фир рабиъ. Есіл өзені көктемде ағады. Ең соңғы: мата бақа мән бақа фил фасли минат туллаб. Студенттерден сыныпта кім қалды? Жауап: бақа Халидун фақат. Тек Халид қалды. Келесі мынау жаңа сөздер. Жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Одан кейін тапсырмалар. Тапсырмаларда түсінікті. Мына жерде қолданысына бірінші жаттығу сұраулық шылаулардың жаттау және қолданысына мән беру. Сабақтағы сұрақ қою және оған жауап беру тәсіліне мән беру. Қалай жаңа сұрақтарға қалай жауап берілді. Одан кейін мына жерде үшінші жаттығу төмендегі сөйлемдерді арабшадан қазақша аудару. Төртінші жаттығу керісінше қазақшадан арабшаға аудару. Бесінші жаттығу осы төмендегі Құран аяттарының 28-ші сабақтағы сұраулық шылаулар табуыңыз қажет. Алла баршамызға разы болсын. Келесі күндерде кездескенше.